Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге тек қана пайдалы арнасы. Бүгінгі пайдалы ақпаратымның тақырыбы іш қату бойынша болмақ. Іш қату – ішектің дәреттен босауының қиындауы, дефекация. Нәжістің баяу, қиын және жеткіліксіз шығуы ересектердің 30-50% және балалардың 5-20%-да кездесетін әртүрлі аурулардың клиникалық белгісі. Дефекация аптасына 3 реттен аз болатын жағдайды іш қату деп есептейді. Жедел іш қату бірнеше күн бойы дефекацияның болмауы. Диагностикасы. Іш қату диагностикасында ең бастысы оның себебін, ішектің қиын босауын шақыратын негізгі ауруды анықтау. Әдетте дәрігер гастроэнтеролог терапевт іштің пальпациясын жасап, тік ішек аймағын қарап тексереді, науқастың шағымдарын тыңдайды және сырқатнамамен танысады. Одан әрі қанның, зәрдің және нәжістің зертханалық талдаулары тағайындалады. Клиникалық белгілері: үлкен дәреттің аптасына 3 рет аз болуы, іштің ауруы мен кебуі, дефекация кезінде қатты күшену, құрғақ қатты нәжіс, ішектің толық босамау сезімі. Созылмалы кезеңіне өткен жағдайда шаршағыштық, тәбеттің төмендеуі және ұйқының бұзылысы байқалады. Тері бос және құрғақ болады. Іш қатудың емі. Іш қатуды емдеудегі бастысы тамақтану жүйесі. Емдеу клетчаткаға бай азық-түлікті қамтуы керек. Кебекті нан, балғын жемістер, қара өрік, алма, көкөністер, қызылша, сәбіз, орамжапырақ, жармалар, қара құмық, арпа, сұлы. Әсіресе қара өрік жеу ұсынылады. Жеңіл қорытылатын майлы емес ет, тауық, күрке тауық, буда пісірілген сиыр еті тағайындалады. Іштің қатуына әкелетін азық-түліктер мен тағамды алыстату қажет. Олар шырышты ботқалар, қара жидек, қара жемісті шетен, қою қара шәй, какао, тоқаш, сүрленген, майлы сорпалар, крем мен тұздықтар, консервілер, ішімдік. Сусындардың ішінде жылы минералды су, шырындар, квас, бір күндік айран, қатықты пайдаланған жөн. Бір тәулікте 1 литрден кем емес сұйықтық ішу қажет. Тәулігіне 5 рет, яғни жиі тамақ ішу қажет. Дұрыс рационды қалыптастыру үшін диетологтың кеңесі ұсынылады. Тамақтанудан бөлек белсенді қимыл қозғалыс болған жөн. Мысалы, таңертеңгілік жаттығу, жүгіру, жүру, жүзу. Іш қату кезіндегі іш өткізгіш дәрілер мен клизманы тек дәрігер тағайындауы керек. Жаңа туған нәрестелердің іш қатуын дәрігер неонатолог немесе педиатр емдейді. Жүкті әйелдердегі іш қату жиі кездесетін жағдай. Егер жүкті әйелде іш қату проблемасы болса, дереу өзінің акушер-гинекологына баруы қажет. Ол өз кезегінде қажет болса, гастроэнтеролог немесе эндокринолог жолдама береді. Іш қату симптом ретінде болатын кейбір аурулар хирургиялық жолмен емдеуді қажет етеді. Іш қатуды емдеудің табиғи құралдары: өрік. Әсіресе аш қарынға өрік тұтынсаңыз, ішектеріңіз тез жұмыс істеп, дәрет шығару оңайырақ болады. Ең жылдам нәтижені алу үшін таңертең аш қарынға оянғанда 1 стакан таза сығылған өрік шырынын ішуге болады. Таңғы ас алдында жейтін 4-5 дана кептірілген өрік ас қорытуды жылдамдатады. Қара өрік. Жыл мезгіліне байланысты жасыл немесе қызыл қара өрік тұтыныңыз. Кептірілген қара өрікті жеуге де болады. Банан. Таңғы асыңызды бірнеше күн бойы бананмен бастасаңыз, іш қату айтарлықтай азаяды және жақсарады. Сұлы. Сұлыны жылы сумен жұмсарту арқылы тұтыну ас қорытуға пайдалырақ болады. Аскөк шайы. Күн сайын кешкі астан кейін немесе түскі уақытта стаканмен ішуге тырысыңыз.
Зәйтүн майы ең жылдам және тиімді түрде нәтиже алу үшін бір қасық зәйтүн майын тікелей ішуіңізге болады. Егер ішкенде қиналатын болсаңыз, зәйтүн майын тамақтарға қосып пайдалануыңызға болады. Алмұртты әсіресе қабығымен бірге жеу ұсынылады. Достар, бүгінгі пайдалы ақпаратым осымен тәмам. Ал сіздерді іш қату жиі мазалайды ма? Және оны емдеу үшін не істедіңіз? Комментарий бөліміне бөлісе кетіңіз.